Қайырлы күн, достар. Дәл қазір сіздермен керемет бір инсайтпен бөліскім келіп отыр. Көп кәсіпкерлердің бизнесті енді бастағысы келіп жүрген азаматтардың сұрайтын сұрағы: инвесторды қайдан табуға болады? Инвесторды табудың қарапайым бір жолын сіздерге көрсеткім келіп отыр. Сіздің айналаңыздағы адамдардың барлығы сіздің инвесторыңыз. Үйде отырған сіздің әйеліңізден бастап, көшеде жүрген барлық сіздің бір көрген таныстарыңызға дейін сіздің инвесторыңыз болып табылады. Бұл қалай? Сіз ең бірінші инвесторды іздеу туралы сұрақ басыңызға келгенде, дәптеріңізді немесе ұялы байланыс телефоныңызды алып, негізгі сіздің айналаңызда жүрген адамдардың ішіндегі көптеген жетістіктерге жеткен, немесе таныстары көп инвестор бола аладау деген 5 адамның тізімін жазып шығасыз. 5 адамның тізімі жасалғаннан кейін ол адамдарға айтылатын сөзді алдын ала, яғни скрипті дайындау маңызды. Яғни не деп айтасыз? Мәтін былай болады. Звонок кетеді: қайырлы күн, Айдос, осындай менің бір идеям бар еді, мен керемет идеям бар, ол осындай табыс әкеледі, сен маған инвестор бола аласың ба деп звондайсың, жолықсақ. Яғни ол Айдос не дейді? Егер де сіз сұрап атқандай миллиондаған ақшасы болмаған жағдайда не дейді? Күледі. Қарағың қызықсың, менде ондай ақша жоқ екенін өзің де білесің деп айтуы мүмкін. Сіз не дейсіз? Инвестор сен бола алмайтыныңды білем, бірақ сен маған инвестор бола алада осындай миллион теңге керек болса, миллион теңге бере алатындай өзіңнің таныстарыңнан 5 адамның номерін берші, мен сенің атыңнан хабарласайын. Ол не істейді? Сізбен жақсы қарым-қатынастағы адам болатын болса, кемі мысалы 1 адамның, 2 адамның, мүмкін 3-4 адамның, мүмкін 5 адамның да тізімін беруі мүмкін. Яғни айтады: менің пәленше деген ағам бар, ол жылқышы, мал шаруашылығымен айналысады. Анамның осындай туысқаны бар еді, ол кісіде кәсіпкер, сол кісіге звондап көр менің атымнан деген секілді. Яғни сіз осылай 5 адамға звондайсыз, 5 адамның әр қайсысына өздері инвестиция салуға жағдайы болмаса, сала алатындай өздерінің таныстарын беруін өтіну керек болады. Сол кезде қараңыздар, 5 адам арқылы сізге инвестор болуы мүмкін 25 адамның тізімі шығады. Сіз әрбір кездескен адамнан тура осы жағдайды қайталайсыз. 25 адаммен жолықтыңыз, 25 адамның әр қайсысы егерде сізге бола алмайтындығын сізге инвестор бола алмайтындығын жеткізетін болса, тура бұл жағдайда сіз өзіңізді жақсы сата білсеңіз, идеяңыздың жақсы екендігін жеткізе ала білсеңіз, сізге міндетті түрде ол адам тілін таба алсаңыз, 5 адамның номерін береді. Одан кейін ары қарай хабарласасыз: ассалаумағалейкум, осылай менің аты жөнім осындай, сіздің номеріңізді Айдос беріп еді, осылай сізді мықты кәсіпкер, осындай инвестор бола алады деп айтты деп, ол адам үшін жақын тұлғаның атынан звондасаңыз, міндетті түрде ол адам сізге жылы қабақ танытып кездесуге мүмкіндік беруі әбден мүмкін. Бұл қарапайым ғана техника, бірақ көптеген инвесторларды осы техника арқылы тауып алуыңызға болады. Кез келген адамның айналасында инвестор бола алатын өлді бір адам міндетті түрде болады. Мысалға алып қарайық. Сіздің үйіңіздегі әйеліңіздің туған туысқанын зерттеңіз, әйеліңізге айтыңыз, ол зерттесін, ағасына звондасын, әкесіне звондасын, шешесіне звондасын, шешесінің қандай таныстары бар, олардың мектеп кезінде оқыған курстастары, сыныптастарының арасында үлкен жетістікке жетіп отырған кәсіпкерлер бар шығар. Бұлай айтқан кезде сіздің қасыңызда жүрген бір досыңыздың өзі сіз егер жақсылап зерттеп, жақсылап оның айналасындағы шеңберін, туған туысқандарын зерттейтін болсаңыз, сіз болашақ инвесторыңызды ол жерден міндетті түрде табатын боласыз. Рахмет, достар.